Залым түлкі ертегі. Келесі қызықты қазақша ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Бір күні арыстан ұйқыдан жаңа оянып, есінеп отырса, салып ұрып түлкі келеді қасына. Сәлеметсіз бе, арыстан аға? Әдейі іздеп келдім сізді, дейді түлкі. Жай ма? Деп сұрайды арыстан. Арыстан аға, сонау қарлы таудың ар жағында балбырап тұрған бау бар. Таудан шыға берсе, көгерай шалғын сай бар. Сол сайдың бойында маңырап жайылып жүрген сансыз көп қой бар. Қасыңызға біраз нөкер ертіп алып барсаңыз, шіркін-ай, шалқыған майға бір кенелер едік-ау. Мынауың ақыл екен, дейді қарны ашып отырған арыстан. Ол қойларға тезірек жетейік. Қасымызға кімдерді алсақ екен, а? Сонда түлкі: жүректіден жолбарысты, білектіден аюды алыңыз, қарулыдан қасқырды алайық, дейді түлкі. Өңкей батырдың ортасында бір қорқақтай керек болар, қоянды да ала кетейік, дейді. Ол күні қоянды бөліп жеп, барымен базар десіп жатады да, ертеңіне тағы да жол жүреді. Күнімен демалмастан жүріп, кешке қонаға бір сайдың басына келіп тоқтайды. Арыстан түлкіге қарай бұрылып: қарнымыз ашты, не жейміз? дейді. Түлкі қол қусырып тұра қалып былай дейді: арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биге кім тисін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биге кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Аю біздің қоңыр қой, қоңыр қойды жықта сой. Түлкінің сөзін естісімен жолбарыс аюды алып ұрып жәукемдей бастайды. Төртеуі аюдың етіне тойып алып ұйықтайды. Ертеңіне тағы да жолға шығады. Төртеуі қас қарая бір өзеннің жағасына келіп тоқтайды. Арыстан тағы да үйреншікті әніне басады: қарнымыз ашты, не жейміз? дейді. Сонда түлкі орнынан ұшып тұрып былай дейді: арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биге кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Ал қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз. Түлкі сөзін аяқтасымен-ақ жолбарыс қасқырды жарып салады. Үшеуі қасқырды жеп алып ұйықтайды. Таңертең тағы да жолға шығады. Күнімен жүріп отырып, кешке қарай бір таудың етегіне келеді. Олар сол арада түнемекші болады. Үшеуі үш жерде шоқиып отырады. Сол кезде әбден дәндеген арыстан тағы да түлкіге қарап: қарнымыз ашты ғой, не жейміз? дейді. Түлкі арыстанның ар жағына шығып, қол қусырып тұра қалып былай дейді: арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Жолбарыс бізге жол азық, бүгін таңға мол азық. Осы сәтте арыстан жолбарысты бас салады.
жолбарыс тыпырлауын қойған кезде түлкі де келіп терісін сыпыруға кіріседі. Екеуі жолбарысты жеп болып, әбден тойып алып ұйықтайды. Таңертең екі дос арық талып тау басына өрмелеп шығады. Арыстан солықтап, шаршап тұрса, түлкі бір биік шыңның басына келіп, «Арыстан аға, тезірек бері келіңіз» деп шақырады. «Не боп қалды? Төменде қаптап қой жайылып жүр екен» дейді. «Қане» деп ентігіп арыстан жетеді. Түлкі алақанын шапалақтап, «Жап жақын тұр, әнекей, секірейік қанеке бірге, әуп» дегенде, арыстан шыңнан секіріп кетеді де, тастан тасқа соғылып, қызыл жоса қан болып өліп қалады. Мұны көрген түлкі, «Арыстан аға, дос едік қой, өлімтігіңді қарға құзғынға жем қылмай өзім жейін» деп арыстанның терісін сыпыра бастаған екен. Соңы. Ертегі ұнаса, түсінгендеріңді үлкендерге айтып көріңдер. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.